саламатсыздарбы, құрметті студенттер. Тау-Кен кәсіпорындар құрылыс пәні бойынша бейне дәріске қош келдіңіздер. Дәрісті жүргізуші Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті. Өткен 25-ші дәрісте 5-ші бөлімнен оқпанға жанастыра шанақтар кешендерін жүргізудің технологиясын бірінші тақырыпшасын жер асты шанақтар кешендерінің типтерін қарастырған болатынбыз. Бүгінгі 26-ші дәрісте 5-ші бөлім оқпанға жанастыра шанақтар кешендерін жүргізудің технологиясын екінші тақырыпшасын мөлшерлеуіш кен нүкірлерін жүргізу технологиясын қарастырамыз. Мөлшерлеме құрылысының кен нүкірі түп тура скептік оқпанға қосылады. Сондықтан оны оқпандық ұңғылмалық жабдықтарды қолдана тек қана оқпан жағынан өтеді. Оқпанды және мөлшерлеуіш кен нүкір өту бойынша жұмыстардың орындалу кезектігін екі негізгі схемаларға айырады. Бірінші тізбекті схема. Оқпан толық тереңдікке өтілгеннен кейін кен үңгірін жүргізу жүзеге асырылады. Екінші бірлескен схема. Оқпан мен кен үңгірі бір мезгілде өтіледі. Көмір шахталарында тізбекті схеманы қолдану кезінде мөлшерлеуіш кен үңгірінің қатпарларымен жоғарыдан төмен қарай өту тәсілі өте жиі қолданылады. 5-3 суретте мөлшерлеуіш кен үңгір жоғарыдан төмен қарай қатпарларымен жүргізудің схемасы келтірілген. Мұндағы 1 мен 4 жұмыстарды орындалу кезектері. Қатпардың биіктігі 2,5-3 метрді құрайды. Оқпандық тіреуді бұзылудан сақтау үшін қатпар 1,5 метрден 1,8 метрге дейін қазбалынады. Қатпардың төбесі уақытша тіреумен бекітпеленеді. Тіреу ретінде екі табырлы балкаларды қолданған жөн болады. Кейіннен олар темір-бетон тіреуге арналған қатты арматура ретінде қолданылады. Қатпарды бетондау жұмысы кен үңгір тез жағынан оқпанға бағыттала орындалу тиісті. Жоғарғы қатпарды тұрақты тіреумен бекітпелегеннен кейін және қазып алғаннан кейін жұмыстардың тұрақтылығы кезінде келесі қатпарларда жұмыстар уақытша бекітпесіз немесе жеңілдетілген тіреулерді, яғни қарнақтарды қолдана орындалуы мүмкін. Бұл тәсілдің негізгі артықшылықтары мынада. Жұмыстардың үлкен бөлігі жоғары қатпардың тұрақты тіреуінің сақтауы астында орындалады. Осының арқасында жұмыстардың қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Тәсілдің кемшілігі тіректік табандардың қажеттілігі бұл жұмыстардың ауыртпалығын және олардың ұзақтығын ұлғайтады. Бірлескен схема оқпан мен кен үңгірлердегі қатпарларды жоғарыдан төмен қарай қазып алу арқылы бір мезгілде оқпанды және кен үңгірді өту қарастырылады. Қатпардың биіктігі 2,5-3 метрге дейін қабылданады. Оқпандағы жұмыстар кен үңгірі қатпарларындағы жұмыстарды қазу бойынша жұмыстарды бір ембе аралығында озады. Бірінші қатпарды қазу жұмысы міндетті түрде нұсқалық аттырманы қолданып бұрғатылыс тәсілмен жүзеге асырылуы тиісті. Егерде жұмыстар тұрақсыз болатын болса, онда екі табырлы балкаларды қолдану мүмкіндігі туады. Олардың шеттері жіңішқа құрылады және бетонмен бітеп тасталынады. Атылыс энергиясымен арттырылған жыныстың негізгі массасы оқпанға лақтырылады. Ондағы жыныстар оқпанды өту кезінде қолданылады, тиеу жиынтығымен жинап алынады. 4-ші суретте мөлшерлеуіш кен үңгірін тұрақты тіреуді орната аралас схема бойынша жоғарыдан төмен қатпарлармен өтудің схемасы келтірілген. Бұл схемада оқпан қатпарға қарағанда бір шама өсіп отырады, жүргізіліп отырады. Яғни мөлшерлеуіш камерасын өту кезінде ондағы біздің пайдалы кендеріміз, немесе жыныстарымыз оқпандағы қауғаға түсіріліп жер бетіне шығарылады. Көмір шахталарында сай келетін кен үңгірлерін өту кезінде қолданылған тізбектік немесе бірлескен схемалар мұнда да қолданылады.
Бірлескен схема бойынша оқпанды бір мезгілде мөлшерлеуіш құрылғысын өту жиі өріс алған. Тау-кен жыныстарының қаттылықтарына, яғни бекендіктеріне және төзімділіктеріне байланысты кен үңгірлерді бекітпелеу, оны өту бойынша жұмыстар толығымен аяқталғаннан кейін, немесе әрбір қатпардың қазу жұмыстарының ізін суытпай орындалуы мүмкін. 5-5 суретте мөлшерлеуіш кен үңгірін оқпанмен бір мезетте өтудің технологиясы келтірілген. Бұндай жағдайда оқпан мен мөлшерлеуіш кен үңгірлер бір мезетте өтіледі және бұрға арттырыс тәсілі жүргізіліп, арттырыс жұмыстары орындалады. Яғни бірінші қатпар өтіліп болғаннан кейін, екінші қатпарға қатысты біздің жерасты жұмыстары, арттырыс жұмыстары жүргізіледі. Уақытша тіреуді қолданудан бас тарту және бетонды орнату жұмыстарын механикаландыру мақсатымен кіребас шақты проход тіресінде кенжардың жанындағы шарнирлы секционды қаптамасы пайдаланылған. Шарнирлы секционды қаптама тікбұрышты жеке секцияларды құрайды және арқанға іліп қойылады. Осының арқасында кен үңгірді бетондау жұмыстарын максималды механикаландыруға және еңбек өнімділігін 2-2,5 есе арттыруға мүмкіндік жасалынды. 5-6 суретте мөлшерлеуіш толтыру құрылғысын және оқпанды бір мезетте бетон тіреумен орнатуға арналған кенжар қалыптамалар бөлік түрлері көрсетілген. Мұндағы бірінші ілме қалыптаманың арқандары, екінші ілме қалыптаманың бір арқанынан мөлшерлеуіш толтыру құрылғысы камерасына апаратын аралықтар, үшінші қалыптаманың тікбұрыш бөлігі, төртінші қалыптаманың тікбұрыш бөлігін сүйемелдейтін арқанды бекітпелеуге арналған екі табырлы арқандар. Бесінші оқпандық қалыптаманың бөлігі. Дәрісте ұсынылған әдебиеттер: Тау-кен кәсіпорнының құрылысы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған оқулық. Авторлар Қамар Пайдарова. Екінші, жерасты тау-кен жұмыстарын дайындау қазбаларын жүргізу технологиясы. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі ұсынған оқулық. Авторлар Қамар Әбеу. Қарағанды Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің баспасынан шығарылған 2020 жыл. Бүгінгі 26 дәрісте 5 бөлім оқпанға жанастыра шанақтар кешендері жүргізудің технологиясын, екінші тақырыпшасын мөлшерлеуіш кен үңгір жүргізудің технологиясын қарастырдық. Дәріс аяқталды. Келесі 27 дәрісте 5 бөлімнің оқпанға жанастыра шанақтар кешендерін жүргізудің технологиясын, үшінші тақырыпшасын тиеу шанағын кен үңгірлерін жүргізу технологиясын қарастырыламыз. Назарларыңызға рахмет.